Қазақ тілділердің құқықтық сауаттылығы әлдеқайда төмен деп айта аламын. Президенттің атынан бастап осы Қазақстанда сыналмайтын бір чиновникті мен көрген жоқпын. Мемлекет басшысы ондай қадамға бара қояды деп мен өз басым ойламаймын. Қазақстандықтар біздегі сот жүйесіне сенбейді. Сот жүйесінде шынайы реформа болған жоқ. Қазақстанда заң бәріне бірдей жұмыс істейді деп айта аласыз ба? Қазақ тілді ортада толып тұрған агрессия, эмоция, алаңға шыққандардың ішінде орыс тілінде бірде бір сөз айтылған жоқ. Армысыздар, бұл Жүз медианың ақ студиясы. Бүгінгі біздің спикеріміз заңгер Абзал Құспан. Абзал мырза, студиямызға қош келіпсіз. Қош көрдік. Сіз мәжілісте 3 жыл 3 ай депутат болдыңыз. Қазір құрылтайға қатысатын 7 партия кандидаттар тізімін ұсынды. Сіз бұл тізімде жоқсыз. Бұл өз шешіміңіз бе? Бұны енді екі жақты деп айтса болатын шығар. Өйткені енді журналистер, әріптестеріңіз есінде деп ойлаймын. Осы сессия аяқталар кезде бізге қайда барасыз, қай партияға кіресіз, қай партияны таңдадыңыз деген бағытта сұрақтар көп қойылды. Сол кезде мен бірнеше мәрте айтқам, қай партия шақырады, сол партияның ұсынысын қарастырамын, шақырмаған жерге өздігімнен бармаймын деп. Енді кейін енді бағдарламаларын қараған кезде маған өзіме енді мамандығыма сәйкес, өзімнің жалпы өмірдегі ұстанымыма байланысты Әділет партиясының бағдарламасы шыны керек өзіме ұнады. Бірақ бұл партиядан шақырту келе қойған жоқ, мен де өздігімнен бара қойған жоқпын. Сөйтіп бұл екі жақты деп айтуға келетін шығар енді. Тоқаевтың мерзімі жөнінде сұрақты қоймай кете алмаймыз. Заңгер ретінде айтсаңыз, мұндай мәселенің құқықтық шешімі қалай қабылдану керек деп ойлайсыз? Құқықтық жағынан қойып отырсыз, өте дұрыс. Енді өзімде заң маманы болған жерде құқықтық жағы бірінші кезекте енді бізді де қызықтырады. Жалпы бұл мәселе Конституция қабылданған бойда енді бәрімізге белгілі 1 шілдеде күшіне енді. Күшіне енгеннен кейін Конституциядағы кейбір мәселелерді түсіндіру туралы Конституциялық сотқа жүгіну өте дұрыс шешім. Мен конституциялық норма дұрыс па, бұрыс па деген бұл сұрақты қозғап отқан жоқпын қазір. Өйткені бірінші Конституция күшіне енді таяу арада ол қайта қаралмайды. Екіншіден Конституциялық соттың шешімі ол талқыланбайды, ол жаңағыдай жоғары тұрған басқа соттың шешімдері сияқты жаңағыдай шағымдалмайды. Яғни ол қабылданған сәттен бастап автомат түрде күшіне енеді. Енді не үшін бұл қажет болды деген сұраққа жауап беріп кетейін, құқықтық негіздемесін айтып кетейін. Мына көрші Қырғызстан елінде осыған ұқсас жағдай болды. Конституция қабылдады, әлде өзгертулер мен толықтырулар енгізді, әйтеуір конституциялық реформа болды көрші елде. Содан кейін уақытылы конституциялық органдарына жүгінген жоқ бұл мәселемен. Нәтижесінде сол Қырғыз елінің жаңа бір қатар енді мынау өнер, әдебиет саласындағы жалпы енді елдің бетке ұстар азаматтары президентке хат жазып, оның қызметінен кетуін және дереу жаңағыдай президент сайлауын өткізуін талап етті. Өйткені Конституция қабылданды, міне енді жаңадан бәрі басталу керек деп. Сол кәдімгідей саяси, құқықтық кәдімгідей шиеленіс тудырып жатыр қазір. 75-тің хаты деген атпен белгілі. Тіпті бір қатар азаматтар соны бастама көтерген. Қазіргі таңда сотқа тартылып жатыр қылмыстық тәртіпте. Бұл жаңағыдай әлемде бұдан басқа да мысалдар көп келтіруге болады, енді көп уақыт алмайық. Әлемде бұндай жағдай болған, Конституция қабылданама, сәйкесінше сол конституциялық дау-дамайдың алдын алып шешіп алған дұрыс. Ертесіне жаңа бір адамдар былай деп, қоғамның бір бөлігі былай деп жаңағыдай мәселе көтерілмес үшін, конституциялық жалпы тығырық болмау үшін, саяси тығырық болмау үшін алдын ала бұл мәселені шешіп алған дұрыс. Енді бұл тек қана жаңағыдай президенттің мерзімі емес, сонымен қатар президенттің өзі тағайындайтын 6 лауазым иесін де қамтып кетті. Ол бас прокурор, жоғарғы сот, сот кеңесінің төрағасы сияқты лауазымдар. Сондықтан да жалпы осы конституциялық сотқа дереу осы конституциялық күшіне енген кезде дереу жүгінуі өте дұрыс шешім деп есептейміз біздер заңгерлер. Енді ол конституциялық беріп отқан ол мүмкіндігін, конституциялық сотта көрсетілген ол шешімді пайдалана ма, пайдаланбай ма, ол енді мемлекет басшысының өзінің еркіндегі шаруа. Обновление деген мәселе бұл халықаралық жалпы тәжірибеде бір кеңінен бар деп айта алмаймын. Ол соңғы кездері енді біздің мынау ТМД елдерінің көлемінде жиі қолданылып жүрген тәжірибе, жалпы жақсы тәжірибе деп мен өзім айта алмаймын.
Енді мемлекет басшысы 2022 жылы өзі айтты, сол кезде нақты айтты, мен екінші мерзімге бармаймын, бұл бір ғана осы 7 жылдық бір ғана мерзіммен шектеледі деді. Сондықтан бұл жерде мемлекет басшысы ондай қадамға баруға мен өз басым ойламаймын, өз басым. Біріншіден. Екіншіден, енді оны қазір талқылама не қазіргі таңда енді ол пайдасыз дүние ғой. Жаңа басында бірден айтып кеткенім, Конституция нормалары талқыланып жатқан кезде, қабылдау барысында сол кезде көтерілу керек еді, бұл дұрыс па, бұрыс па деген мәселе. Қазір енді Конституция күшіне енді, Конституциялық сот өзінің шешімін шығарды. Сізбен біздің айтып отқан мәселеміз, біз постфактум талқылап отырмыз. Постфактум. Бірақ бұл жерде бір маңызды мәселеге тоқталмай кете алмаймын. Ендігі жерде конституциялық өзгертулер мен толықтырулар енгізу осы кезге дейін оңай болмайды. Өйткені тек қана бүкіл халықтық референдум арқылы жүзеге асырылады ғой. Неге 30 жыл бойы біз аузымыз күйіп қалды? Неге қазір жаппай осы конституцияға да, бұл конституциялық реформаға да сенімсіздік халықтың, қоғамның тарапынан? Өйткені 30 жыл бойы оны парламент арқылы кез келген өзгертулер мен толықтырулар енгізіп отырды. Мына осы конституция талқыланып жатқан кезде көптеген претензия, былайша айтқанда, біздің атымызға айтылды да, біз айтамыз, біздің не қатысымыз бар, біз емес қой қабылдап жатқан. Ертең референдумға баратын сіздер, біздің де дәл сіздер сияқты бір ғана дауыс иесіміз. Депутат бола ма, ол басқа бола ма, министр бола ма, кез келген адаммен бір ғана дауыстың иесі. Парламент талқылаған заң емес қой бұл конституция. Бұрын парламент арқылы кез келген өзгертулерді енгізе беруші еді. Сондықтан да ендігі алдағы уақытта осы бір жылдық, бір мерзімді, бір реттік 7 жылдық мерзім ол сақталып қалады. Өзгерту үшін бүкіл халықтық референдум шақыру керек болады, ал ол оңай шаруа болмайды. Яғни қазір президент енді қайтадан өз орнына сайланса, тағы 7 жылға мерзім кетеді. Оны мен білмеймін. Оны қазір палашып біле алмаймыз біз. Құқығы бар, конституциялық соттың шешіміне сәйкес. Ол құқықты жүзеге асыра ма, ол кісінің еншісіндегі шаруа. Заң жүзінде ондай құқық бар болып тұр ғой қазір. Конституциялық сот шешім шығарып отыр ғой солай. Жаңа айтып қалдыңыз, бұны біз қазір постфактум талқылап отырмыз. Бұл жаңағы жалпы халықтық талдау кезінде айтылу керек еді деп. Яғни заңгерлер бұл мәселені білді ғой, аннулирование жүретінін. Дұрыс заңгер болса білу керек қой. Заңгері бар. Енді қарапайым халық бұны білген жоқ. Заңгерлер неге көтермеді? Сіздер бұл мәселені неге айтпадыңыздар сол кезде? Бұл сұраққа барлық заңгерлер үшін жауап бере алмаймын. Біз жазатын нәрсемізді жаздық, айтатын мәселемізді айттық. Мен өзім бірнеше мәселе, мен дәл осы мәселе деп шұқшимай қоямын, бірақ 7-8 мәселені мен конституциялық реформаға байланысты өзім ұсыныстарымды бердім. Оның ішінде осы болды ма, аннулирование? Оны енді өтіп кеткеннен айтып не керегі бар оның қазір. Жау кеткен соң қылышыңды боққа шап дейді. Оны өткеннен кейін ананы айтып едім, мен мынаны көтеріп едім деп қажет жоқ деп ойлаймын енді. Уақытысында бірақ мен жаздым. Менің мәселем ол қоғамды шулату емес қой, депутат ретінде. Мен мәселем ол жаңағыдай уақыт дұрыс нәрсе шешілген. Ішінде шешілген тапқан да бар, шешімін таппаған да бар ұсыныстардың ішінде. Сіз заңгер ретінде де, одан кейін депутат ретінде де қызмет атқардыңыз. Яғни баррикаданың екі жағында да болдыңыз. Енді осы заңның қабылдануы мен қолданылуы арасындағы айырмашылықты байқадыңыз ба? Әрине, бұрын, мысалы үшін, енді прокуратура саласынан бастадық, кейін адвокаттық қызметте болдым. Адвокат болып жүрген кезде қандай да бір мәселені айтып, сынап, өтіп кете бересің. Бүгін бір нәрсе ұнамай қалса, мынау дұрыс емес деп айтасың да, оның енді жаңағыдай шешу жолдарына басымды қатырмайсың ғой. Оны шешетін үкімет бар, оны шешетін жаңа парламент бар дейсің да, жаңағыдай өзіңнің сыныңды айтып, ертесіне ұмытып жүре бересің. Ал енді сен шешім қабылдайтын жерге келген кезде, бұл жерде кәдімгідей енді жауапкершілік, бұл жерде кәдімгі қиналасың. Өйткені кез келген адамның сен қалауын орындай бермейсің ғой. Бір адамның еркіндігі, екінші адамның еркіндігі басылатын жерде шектеледі. Сен бір топтың қалауын қанағаттандыратындай бір шешім шығарып отырсаң, ол екінші бір топтың мүддесіне қол соғады. Көрдіңіз бе? Өте қиын баланс сақтау. Барлығын бірдей көңілінен шығатын заң қабылдау, ол менің ойымша мүмкін емес. Сіз қазір мысалы үшін қылмыстық процесс кодексті алып қараңызда, сол іс бойынша мысалы үшін күдікті болмаса сотталушының жаңағыдай құқығын күшейтетіндей бір норманы енгізсеңіз, мына жақтан жәбірленушілердің құқығы шектеліп қалуы мүмкін. Мүмкін емес, шектеліп қалады да.
Сондықтан осындай мәселелерде күрделілігін байқадым. Ең басты ерекшелік сынау оңай, ал шешімін табу болмаса жаңағыдай тиісті бір барлық тараптардың да мүддесін ескеретіндей бір балансты ұстап тұрып, елдің бір пайдасына келетіндей бір заң қабылдау ол оңай емес. Шешім қабылдау жалпы. Яғни депутат болу оңай емес. Депутат болу оңай емес, егер жауапкершілікті түсінетін адам болатын болса. Қазақстандықтардың құқықтық сауаты төмен деген пікір жиі айтылады. Сіз бұл тұжырыммен келісесіз бе? Мен осы адвокат кезімнен бері біраз бір шулы мәлімдемелер жасаған болсам, бір елді кейде бір дүрліктіріп жіберетіндей бір сөздер айтқан болсам, соның бірі осы мәселе. Бұл мәселеде мен тұрақты. Көзімізбен көріп отырмыз, анық, тек құқықтық емес, сонымен қаржылық сауаттылығы да өте төмен. Енді ол жерде біз қазақстандықтар деген кезде, әрине маған да ұнайды бәрі, енді бір қоғам, бір тұтас қоғам болса деп мен де армандаймын. Бірақ та бізде әртүрлі бөлініп кеттік қой, жік болып, неше түрлі болып. Ең бірінші кезекте қазақ тілді, орыс тілді болып бөлінеміз. Рас қой енді. Қазақ пен орыс емес, бұл жерде ұлттың мәселесі жоқ, тіл мәселесі бар бұл жерде. Егер бұл тұрғыдан алып қарайтын болсақ, қазақ тілділердің құқықтық сауаттылығы әлдеқайда төмен деп айтар едім. Ол жаңа ешкімнің енді арына, намысына тиетін сөз деп ойламаймын. Мен жаным ашығандықтан да айтамын. Әлеуметтік желіде мен талай өзім эксперимент ретінде де қолданып көрдім. Өзім көзім анық жетіп отырса да, бір мәселені, мысалы үшін мен орысша да жазамын, қазақша да жазамын. Болмаса бір мәселе талқыланып жатса, соған орысша да, қазақша да пікір қалдырамын. Қазақ тілді ортада толып тұрған агрессия, эмоция, сен айтып отырған енді заңгерлер не дейді деп сұрақ қояды, соған заң бойынша жауап берсең, ешкім оған тоқтағысы жоқ. Ұнамайтын жауап естіді ме, сен жерден алып жерге салады. Ешкім жаңағыдай ол жоқ, олай емес қой, былай қой деп бір келесі бір норманы алдыға тартып бір дәлелдеу деген ондай бағыт жоқ. Орыс тілді ортада бұл жағынан бір саты жоғары. Олар кәдімгідей негіздегісі келеді, бір нәрсені талдағысы келеді. Неге мен құқық пен экономиканы қатар айтып отырмын? Бұл екі мәселе қарапайым адамдар үшін өте қажетті нәрсе. Барлық мәселе қарапайым азаматтарға актуалды бола бермеуі мүмкін. Бірақ экономика мен құқық сен енді күнделікті сатып алатын наныңнан бастап, дүкеннен, азық-түлігіңнен бастап, бұл экономика саған тікелей әсер етеді. Автокөлігіңді бензинге дейін мысалы үшін, ал құқық та дәл солай. Сен маң далаға, айдалаға барып жалғыз өзің өмір сүрмесең, адамдардың арасында өмір сүресің бе, сен міндетті түрде әртүрлі заңдармен сен өмір сүресің. Бетпе-бет келесің. Азаматтық заң, еңбек заңы, қылмыстық заң, әкімшілік заң деген сияқты. Сондықтан да құқықтық сауаттылық деген мәселе Қазақстанның қазіргі саясатының бір ең негізгі бағыты болып қалу керек. Бірақ сосын бұл жерде негізінде мемлекет органдарында көп айтылмайтын мәселе. Қазақ тілді орта, орыс тілді орта деп біз ашық айтуымыз керек. Біз қанша жерден біріктірсек те ол бірікпейтін нәрсе ғой. Әзірге енді айдай анық болып бөлініп тұрған нәрсе ғой. Қазақ тілді ортаға басқаша подход жасау керек. Мен осыны айтып көп жерлерде түрлі жабық жиындарда ашық айтып жүрмін. Сіздердің қазір айтып отқан, талқылап отқан нәрселеріңіз орыс тілді ортаның ұсынылған ұсынысы бұл жаңағыдай жай ғана аудара салып, сіз қазақ тілді ортаға ұсынсақ, бұл өтпейді бұл күйінде. Қазақ тілді ортаға біз бөлек, кәдімгі қазақ тілді заңгерлердің, қазақ тілді жаңағыдай идеологтардың, қазақ тілді жалпы мамандардың дайындаған өнімін ұсынуымыз керек деп жиі айтамын. Енді осы қазақ тілді қоғамның құқықтық сауатын қалай арттыруға болады? Оның бір тиімді жолы бар ма? Оның тиімді жолы әлеуметтік желіні кеңінен пайдалануымыз керек. Пікір алаңдарын кәдімгідей үкімет ұйымдары кәдімгідей ұйымдастыру керек. Әртүрлі эксперттік, мысалы үшін орталар бар, Қазақ тілді ортада үлкен өкінішке қарай эксперттік орта жоққа тән. Былайша айтқанда эксперттік орта қанша дегенмен ол әр саланың өзінің авторитеттері бар ғой. Білікті мамандары бар. Бізде де қазір өте жақсы, мықты заңгер азаматтар бар. Соларға жағдай жасауымыз керек. Соларға жиі санадай алаң ұйымдастыруымыз керек. Пікір, бірақ ол жерде сонымен қатар ой еркіндігі болу керек. Шектеу аз болу керек. Егер барлығын бірдей жаңағыдай біз дайын бір қалыпқа салып, мына шекарадан шықпау керек деп шектей беретін болсақ,
ол халықтың сеніміне ие болмайды. Халықтың сеніміне ие болу үшін қазақ тілді бірінші кезекте енді құқыққа қатысты қойып отқан жерде үлкен заңгер мамандар бар, ғалымдарымыз бар, керемет қазақ тілді. Үлкен өкінішке қарай мынау мемлекеттік маңызы бар іс-шараларда, заң қабылдау барысында, болмаса бір заңды қабылдау қажеттілігі туралы мынау эксперттік талқылауларда олар шет қалып қойып жатады. Негізінен бізде әр қылмыстық болсын, азаматтық болсын, басқа да құқық саласы болсын, көп жағдайда біз орыс тілді эксперттердің көмегіне сүйенуге мәжбүр болып отырық қазіргі таңда. Жаңа ой еркіндігі деп айтып қалдыңыз. Соңғы уақытта әлеуметтік желідегі жауапкершілікке бақылау күшейді. Оны енді бәріміз көріп сезіп отырмыз. Осы тұрғыда сөз бостандығы мен заң алдындағы жауапкершіліктің аражігін қалай ажыратуға болады? Өте қарапайым. Қазақстанда сөз еркіндігі де, ой еркіндігі де ол кәдімгідей дамыған ғой. Қазір енді әлеуметтік желіге кіріп қараңыз, кім кімді балағаттамай жатыр, былайша айтқанда енді образ түрде айтып отырмын, тура мағынада емес, кім кімге тиіспей жатыр. Президенттің атынан бастап осы Қазақстанда сыналмайтын бір чиновникті мен көрген жоқпын. Ойына келген жазып жатырсыз. Бірақ ол жерде түйірі аз. Сол себепті бір мағынасыздыққа ұшырап жатыр да. Әсіресе қазақ тілді орта жаңа айтып отқан әңгіменің жалғасы бұл. Эмоция, агрессия. Оны енді мемлекет органдары да оны, мысалы үшін, былайша айтқанда серьезно қабылдамайды. Өйткені бұл бір без адресіне жаңағыдай бір несіз, бір дәлел дәйексіз, жалпылама айтылып жатқан әңгіме ретінде ғана қабылданады. Енді жаңа айтып отқан жауапкершілік мәселесіне келетін болсақ, сіз бір адамның жеке шекарасына өтпеуіңіз керек болды. Осыны сақтасаңыз, сіздің басыңызда ешқандай проблема болмайды. Қазіргі болып жатқан, енді мен нақты атын атап түсіністемей ақ қояйын, бірақ та қай мәселеде болса да, ол бір компанияның немесе жеке бір адамның шекарасына өтті, оның іскерлік беделіне нұқсан келтіретін, болмаса жеке басына, ар-намысына зиян келтіретіндей дәрежеде сөздер айтылды. Сол үшін сол адамдардың арызымен ғана негізінен жауапкершілік тартылады. Әсіресе әкімшілік жауапкершілікке. Ана екінші тараптың арызы шағымы болмаса, ешкімді жауапкершілік тартып жатқан жоқ. Мінекей деп бұл не жасап жаңағыдай. Болмаса ұлттың бір ар-намысына тиеді. Өзге ұлт өкілдері қазақтың салтына тиіседі, дәстүріне тиіседі. Өзіміздің ұлттың өкілдері бар. Сақал қойғандар домбыра туралы айтады, ананы айтады, мынаны айтады. Не істейсің енді? Ел шулайды. Жауапкершілікке тартпасаң, онда кәдімгідей ол бара-бара анархияға ұласатындай үлкен бір қауіпті мәселе. Әсіресе ұлттық мәселеге қатысты өздеріңіз келісетін шығарсыздар. Бұрындары мемлекет көп назар аудармайтын осы мәселеге. Талай кім не айтпады қазақ ұлтына қатысты, оның бір арына, ұятына тиісетіндей қазақ тілді, қазақ ұлтының өкілдеріне қатысты. Соңғы кездері кәдімгідей бұл мәселеде белсенділік байқалады. Сондықтан бұл жерде қарапайым нәрсе, жеке біреудің шекарасына өтпе, болды. Айтасың ба, дәлелдеп, дәйектеп, болмаса жаңағыдай балағаттамай ар-намысына тиетіндей, тимейтіндей. Сосын ең бастысы дәлелге сүйенуге тырысу керек қой енді. Мейлінше өзінің ойын негіздеуге тырысу керек. Бізде қазір жаппай бірін-бірі сынап жатқан сондай орта қалыптасты ғой қазір. Бұны енді ретке келтіретін тек қана заң, басқа жолы жоқ оның. Қазақ тілді қоғамда агрессия, эмоция көп деп жатырсыз. Бұның себебі неде деп ойлайсыз? Жаңа оның себебін алдыңғы сұрағыңызды өзіңіз қамтып кеттіңіз. Құқықтық сауаттылық мәселесі. Сосын енді ашыну да бар шығар енді. Қанша дегенмен көптеген жылдар бойы дәл осы қазақ тілді ортаның талаптары ескерілмей келді. Соның салдары қараңыз, Жаңаөзен оқиғасын алып қараңыз, жаппай жер митингісін алып қараңыз, ең соңында қаңтар оқиғасын алып қараңыз. Сонда барлық, мен осы үш оқиғаның үшеуіне де тікелей қатысы бар адаммын. Тікелей жаңа әлеуметтік желіден бақылап қадағалап отырған адам емес, тікелей бел ортасында жүрген адам ретінде айтайын. Барлық жерде қазақ тілді адамдар. Сіз ол жерде олардың қарсылығы. Иә, ол жерде алаңға шыққандардың ішінде орыс тілінде бірде-бір сөз айтылған жоқ, немесе басқа бір тілде. Жүргендер негізінен қазақ тілді болды. Мен сол кезде де жаздым, ұнамады көп адамға. Әсіресе мына қаңтар оқиғасы бойынша менің қолымда кәдімгідей көптеген мүмкіндіктер болды ғой, комиссия төрағасы ретінде. Сол кезде де жаздым. Мына ұлттық құрамына назар аударыңыз, тіліне назар аударыңыз, қойылып жатқан талапқа назар аударыңыз. Бұл кәдімгідей бұрқ-сарқ қайнап шыққан, былайша айтқанда ашу-ыза.
үлкен топ енді халық қой енді. Олар өзінің талабын жеткілікті негіздеп түсіндіре алмауы мүмкін. Бірақ оны мемлекет әртүрлі сарапшылар тарту арқылы соны түсінуге тырысу керек. Енді парламент қабырғасында мен бұған қатысты көптеген жиындарға қатысқан кезде осы ойымды айттым. Көптеген мәселеге жаздым көптеген жерге. Қаңтаршыларға қатысты мәселелерді көп көтеруге тырыстым. Сондықтан осы нәрсе, жаңа осының бір сарқыншағы, жаңа әлеуметтік желідегі агрессияның бір себебі. Қоғамда протесттік көңіл күйді байқайсыз ба? Қит етсе қамап тастау, айыппұл салу, шынымен құқықтық қоғам осылай қалыптаса ма? Ондай мына жалпы протесттік көңіл күй кез келген ортада, кез келген елде, кез келген мемлекетте болуы заңдылық. Ең қазіргі біздің қызығатын Европа елдеріне, мен енді барып жүрген адам ретінде айтайын, тек қана жаңағыдай ресми жаңалықтардан көру емес. О жақта да протесттік көңіл күй бар. Мысалы үшін қазір соңғы кездері көбейіп кеткен мигранттарға қарсы. Өлтірейік деген оларды. Қамайық. Мына демократия дегенді мынау біз заигрались в демократию. Давайте мынаны қысқартайық деген мәселелер қазір Брюссельдің төрінде айтылып жатыр қазір. Сондықтан кез келген мемлекетте қандай экономикалық жағынан гүлденіп тұрған мемлекет болсын, протесттік көңіл күй болады, ол қалыпты жағдай. Мен Қазақстандағы протесттік көңіл күйді бір критикалық бір шегіне жетті деп айта алмаймын. Әсіресе бұл соңғы мына қаңтардан кейін тез төмен кетті. Неге десеңіз, халық түсінді. Негізгі бұқара халық түсінді. Белгілі бір жаңадай шектен асып кетсең, оның арты қандай ауыр салдарға апарып соғатындығын мемлекетте түсінді деп ойлаймын. Қазақстандықтар біздегі сот жүйесіне сенбейді. Бұл сенімсіздік қайдан, қалай пайда болды? Сот жүйесіне мен де сенбеймін. Мен бұны парламентте ең көп көтерген депутатпын. Сот жүйесіне қатысты сыни депутаттық сауалдарды, жалпы сыни тұрғыдан жаңағы көптеген мәселелерді көтерген мен өзім бармын. Депутат кезімде де осындай подкасттарда мен ашық айтып жүрмін. Сот жүйесінде шынайы реформа болған жоқ. Ең алғашқы реформа, енді тәуелсіздік алған кезде барлық салада реформа болды, әрине. Одан кейінгі реформа деп айтып жүргендеріміздің барлығы ол косметикалық жөндеулер ғана. Іс жүзінде қазір оның қарапайым ғана дәлелін айтайыншы сізге. Мына кез келген азамат, кез келген облыстағы соттағы жағдайды сол облыс соттың төрағасымен жақсы болса шешіп алады. Аудандағы жағдайда аудандық соттың төрағасымен жақсы болса шешіп алады. Рас қой енді. Біздер айтамыз, судьялар тәуелсіз, конституцияға жазып қойдық дейміз. Конституцияға жазып қойғанмен өмірде оны жүзеге асыра алмай отырмыз ғой. Іс жүзінде дейтін судьялар бір-біріне тәуелді. Судья, сот билігі жалпы тәуелсіз болды. Ол заң шығарушы биліктен тәуелсіз, біздер депутаттардан атқарушы биліктен тәуелсіз, өйткені ВВП-ның 6% болу керек көлемінде ақшасын алады да қол жайып ақша сұрамайды баяғыда үкіметтен. Шын мәнінде тәуелсіз болды, бірақ ішінде сот билігі өзара тәуелді болып қалды. Бір төменгі тұрған судья, мысалы үшін жоғары тұрған судьяға, мысалы аудандық болмаса қалалық соттың төрағасына тура мағынасында ол бағынады. Бағынбайды деген сөз енді тап-таза екіжүзділік деп айтар едім. Қалай бағынатынына дейін білеміз. Облыстық соттың апелляциялық алқасында бірнеше ауданды бөліп отыратын куратор дегендер бар. Олар заңда жоқ болғанда заңсыз. Бірақ бірнеше аудандарды сөйтіп қарап отырады. Олар өздерін шығаратын үкімінде, қылмыстық іс бойынша, азаматтық іс бойынша шешімінде сол куратормен барып ақылдасады. Жоқ, олай істеме, былай істе дейтін болса, тура сол айтқанды орындап береді. Болды. Бағыныштылықты жоймайынша соттардың бір-біріне деген бұл сала түзелмейді. Біздің азаматтар, әсіресе қазақ тілді қоғам, әлі де сотқа барудан, соттасудан қорқа ма, әлде прогресс бар ма? Прогресс бар. Тағы да осы сұраққа орай айта кетейін, сот саласын жалпы қоғамда мейлі кез келген билік саласын, заң шығарушы билік бола ма, сот билігі бола ма, атқарушы билік бола ма, тағы да бір жөндейтін ол қоғамның белсенділігі. Бірақ жаңа сауатты болса. Қазақ тілді орта қазіргі таңда бұрынғы уақытпен салыстырсақ, мен өзім тәжірибемнен білем, әжептәуір алға жылжушылық бар. Бұл мәселеде. Яғни азаматтар өзінің сот арқылы жаңағыдай
мәселесін шешуге кәдімгідей тырысады, ол арқылы жаңағыдай нәтижелерге нақты қол да жеткізіп жатыр. Сонымен қатар әлеуметтік желінің бір пайдасы сол. Мысалы үшін белгілі бір мәселеде біреу бір сотқа жүгіне ме, оны ол бөліседі тәжірибесімен. Мінекей мен осылай әрекет жасадым, сендер де осылай істеңіздер деген сияқты. Сондықтан да құқықтық мәселеде бұрынғы өткен кезеңдермен салыстыратын болсақ, алға жылжушылық бар деп мен сеніммен айта аламын. Елімізде алғаш рет әкімшілік амнистия жүргізілмек. Президенттің бұл шешімін бірі қолдайды, бірі қарсы, әділетсіз деп санайтындар бар. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл ең алғашқы қандай да бір болмасын салада бір алғашқы рет қолға алынған шаруаға әртүрлі баға беру ол заңдылық қой. Мен үшін бұл үлкен эксперимент. Өйткені осы заңның сақ авторы ретінде айтайын. Мен де ол тәжірибеде қалай іске асатындығын 100% мен пайымдай алмаймын. Біз үлкен бір тәуекелге бардық, және оның қалай жүзеге асқандығын осы амнистияның енді аяқталатыны жылдың аяғы. 6 ай уақыт жүргізіліп, енді басталды. 2026 жылдың желтоқсанның 31-іне дейін жүреді ғой. Келесі жылдың басында бұны талқыласақ болады. Ұттық па, ұтылдық па? Дұрыс болды ма, қате болды ма? Жетілдіретін жерлер бар ма, жоқ па деген сұрақтарға сол кезде жауапты іздеуге болады. Қазір енді кішкене енді басталғалы жатырған үлкен енді маңызды сондай бір шаруа ғой бұл. СНГ елінде бұл, ТМД елдерінде бұл алғашқы жүзеге асырылып жатқан шаруа. Яғни баға беруге ерте. Сәл кішкене енді күте тұруымыз керек. Енді мен маман болған жерде мен жалпылама сөз айта алмаймын бұл жерде. Кішкене енді дұрыс бұрыс жақтарын әлі бағамдап көру керек. Ал қылмыстық амнистия қоғамға қауіп төндірмей ме? Жоқ. Ол енді біз тәуелсіздік алғанның өзінде бұл 11-ші амнистия екен. Бұның ішінде жаңа мына қаңтар оқиғасына байланысты амнистия кірмейді бұл 11-дің ішіне. Егер оны қосатын болсақ, 12-ші амнистия болады. Біз тәуелсіздік алғалы осы амнистия жариялау мәселесінде үлкен тәжірибе жинақтадық. Ол бұрын СССР кезінде де болған. Сондықтан да бұл жерде қауіпті жеке тұлғаға, қоршаған ортаға, жалпы қауіп төндіретін қылмыскерлерге қолданылмайды ғой бұл. Сосын бұның жаңағыдай енді бай тәжірибеміз бар. Бір, одан кейін жерде мынау осы қолданғаннан кейінгі міндетті түрде сарапталады. Мысалы үшін былтырғы жылы Конституцияның 30 жылдығына орай амнистияны жүргіздік. Мен жұмыс тобының жетекшісі болдым, сол заңның авторы болдым. Кейін сол қараған кезде сол 15 мыңның үстінде адамды қамтыды. Соның ішінде тек қана 8 адам қайталап қылмыс жасаған екен. Егер процентке шаққан кезде, бұл өте төмен көрсеткіш. Сондықтан да бұл қоғамға, адамдарға қауіп төндірмейді. Жалпы бұл басқа қылмыстық іс бойынша амнистия ол болашақта да жалғасын таба береді деп ойлаймын. Өйткені оның ең негізгі мәселесі алғаш рет қылмыс жасаған қоғамға, жекелеген тұлғаларға, адамдарға жаңа қауіп төндірмейтін алғаш рет осындай заңды аттаған адамдарға мүмкіндік беру ғой. Қайтадан қоғамға кіріктіріп жіберу. Өйткені амнистия барлық құқықтық салдарды жояды. Бірақ ауыр және аса ауыр санаттағы қылмыстарға қатысты қолданылмайды. Тек орташа ауырлықтағы жеңіл және қылмысқа жатпайтын жаңа қылмыстық енді уголовный проступок деген бізде бар қазір, қылмыстық теріс қылық дейді. Соларға қатысты қолданылады ғой. Оның ішінде мысалы үшін өзіңіз ойлап қараңыз, жастар білместікпен барып қалады. Мысалы үшін біз бала күнімізде де мектеп жасында жоғары класста жүрген талай төбелестің ортасында жүрдік. Ол қызды-қызымен бір сәтте сен ет қызумен қаттырақ ұрып қаласың, немесе ол жығылады да басы барып жаңағыдай жарылады, тасқа соғып деген сияқты. Егер осы жасты біз қылмысқа тартатын болсақ, енді 14 жастан басталады бізде қылмыстық жауапкершілік ауыр қылмыстар бойынша. Жалпы қылмыстылық 16 жастан басталады. Ол жас адамның біз өмір бақи жаңағыдай бір енді дұрыс өмірге деген мүмкіндігін жауып тастаймыз. Көрдіңіз бе? Сондықтан осындай мүмкіндіктер беру керек. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Бұл негізінен сол жастарға, сол жаңа айтып отырмын, алғаш рет қылмыс жасаған, онда да ондай ауыр емес, аса ауыр санаттағы қылмыстарға қолданылмайды. Заңгер ретінде есіңізде ерекше қалған, сот жүйесіне немесе заң тәжірибесіне ықпал еткен ең резонансты істі атай аласыз ба? Өзімнің тәжірибемдегі ме, әлде мына жалпы елдегі болып жатқан істер ме? Жалпы елдегі. Елдегі ол Бишімбаев ісі ғой, сөзсіз. Бишімбаев ісі бұл тек Қазақстанда ғана емес, әлемнің көптеген елдері бұл істі қарап отырды, қадағалады. Енді мен соттың ашықтығына әркез қолдайтын адамдардың қатарымын, соттың ашықтығын
осы ашық өтуі қоғамды бейжай қалдырмады. Былайша айтқанда осы қоғамда сол істі көрмеген, ең болмаса тым құрса бір рет талқыламаған бір отбасы қалмады деп ойлаймын. Әрбірден соң бұл тәрбиелік жағы. Мына соттың ашық болуының тәрбиелік жағы бар. Бұл теорияда бар нәрсе. Әсіресе мына істер кезінде көшпелі сот отырысы деген болатын. Кейін тәуелсіздік алған кезде де біз оны тәжірибені жалғастырып жүрдік. Тіпті 2000 жылдарда да біз жаңа орысша выездной судебный заседание дейді. Яғни бір ауылда бір ауыр, аса ауыр қылмыс болатын болса, сол ауылдың клубына судьясы бар, прокурор бар, адвокат, жаңа сотталып жатқан адам бәрін алып келеді, бүкіл халықты шақырып сот процесін өткізеді. Не үшін? Өйткені теорияда дәлелденген нәрсе, ашық сот болған кезде ол жаңа басқа отырған бәрі қатысушыларға ой салады. Ана ауылдың адамдар бәрі жиналады, ана сотталып жатқанымды біледі, ана жәбірленушіні таниды деген сияқты. Содан ол әрбір отбасыға барып тарайды. Ол көрші ауылдарға тарайды. Ол осындай екен, мынадай жасаса, мынадай болады екен деген сияқты нәрсе. Құқықтық сауаттылықты көтерудің бір жолы бұл. Кейін мына онлайн процестер шыққаннан кейін, сосын мына социалдары аудио, видео арқылы жазылатын жүйе пайда болғаннан кейін, бұл тәжірибе тоқтап қалды. Өйткені ауылға барайын десеңіз, сіз ондай жаңа мүмкіндік жоқ. Арнайы жабдықталған кабинеттер жоқ. Енді сіз мынау акт залды болмаса жаңағыдай бір мектептің актовый залын болмаса бір жаңа спорт залды бар, жабдықтай алмайсыз ғой. Оған үлкен күш, қаражат керек. Сондықтан мына қазіргі мүмкіндікті пайдаланып, онлайн режимде таратқаны өте дұрыс болды. Эксперимент ретінде дұрыс болды деп есептейміз өз басым. Сол себепті де мына жастарымызға да ой салу, оны арты қандай апарып соғуы мүмкін, адам қандай жаза арқалауы мүмкін деп. Және оны жасырмауымыз керек, кейін мынау тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты заңның қабылдануына да бірден бір ықпал етті деп ойлаймын бұл процесс. Әл-Фараби даңғылындағы жол апатына қатысты сот үкімі шықты. Яғни қылмыскерді 10 жылға соттады, дегенмен жәбірленуші тарап Александр Пакты кешірді. Алдыңа келсе атаңның құнын кеш дейді. Өмір болғасын болады, бұрын да болған, болашақта да бола береді. Керемет бір дамыған елдердің қай-қайсында да болып жатады. Мысалы үшін Джек Лондонның бекен Теодор Драйзердің американская трагедиясын оқысаңыз, Америкада болған бір өлім жағдайы ғой. Абайсызда болды, кейін ол өлім жасырамыз деп, ақыры енді ату жазасына кесіледі, тоқпен ұрып өлтіруге кесіледі ғой. Сол сияқты бұл трагедия ол болады, болашақта да болады. Сол кезде көп жағдайда енді алдарына келіп кешірім сұрап жатса, отбасылар кешіріп жатады. Оны енді ақшаға сатып алып деуге келмейді, моральдық залал ретінде. Енді адамның құны деген ұғым қазақ қоғамы үшін бұл жаңа нәрсе емес. Өлген адамның бұрынғы жет жарғыда нақты құндары болды. Ер адамның құны осынша, әйел адамның құны осынша, жас баланың құны осынша деп кәдімгі құны бекітілді. Заңмен бекітілген біздің. Сондықтан енді ол кетер адам кетті, артындағы отбасы, бала-шағасы күнін көру керек, әрі қарай өмір сүру керек, оқу керек деген сияқты. Енді кеткен адам қайтара алмайсың ғой. Сол себепті соның құны ретінде де қарастырсақ болады бұны. Бірақ жалпы жәбірленушілерді ол үшін жазғыру менің ойымша дұрыс емес, олардың ол еркі. Сот өзінің үкімін шығарды. Ең кәдімгідей ауыр жаза кесті, сондықтан ақшамен сатып алды деп айтуға болмайды бұны. Бұрыннан біздің айтқым келіп отырған нәрсе, біздің жалпы қазақ қоғамында бұрынғы тіпті хандық дәуірлерден бері бар дәстүр бұл. Қазақстанда заң бәріне бірдей жұмыс істейді деп айта аласыз ба? Кесіп пішіп айтуға болмайды. Салыстырмалы түрде бәрі де. Әттеген айлар көп, барлық заңымыз біз ойлағандай жұмыс жасап жатырған жоқ, оны жоққа шығаруға болмайды. Бірақ мүлдем заңсыздық орнаған, мүлдем заң жұмыс жасамайды деп олай да айтуға болмайды. Оның басқа менің енді оған дәлел дәйегім жеткілікті, өйткені өзім адвокат болған адаммын. Адвокат болып талай осы сотталып кетеді деген адамды талай жерден ақтап шығардым. Осы мысалы Сайрабек Солтбай ісін есіңізге алыңызшы. Шекарадан заң бойынша шығарып тастау керек, қылмыстық кодекс бойынша. Бұрын соңды басқа практика болмаған. Міндетті түрде соттап, сосын жаңа қай елден қашып келді, сол жерге шығарып тастау керек. Сонда біз халықаралық норманы алдыға тартып, сол процесті жеңіп шықтық мысалы үшін. Одан кейін барып сол процесс бұзылды. Яғни болмаса қазақ тілі бойынша кезінде бірінші президенттің енді отбасына тікелей тиесілі Эйр Астананы соттан жеңгеніміз мысалы үшін.
Осының бәрі заңның жұмыс жасатудың арқасында болған дүниелер ғой. Одан басқа да көптеген енді қоғамды былай бей-жай қалдырмаған көптеген істерімді айта аламын. Сондықтан заң жұмыс жасайды. Мүлдем жұмыс жасамайды деген ол дұрыс емес. 100% жаңағыдай керемет жұмыс жасап тұр деп айтсақ, ол да дұрыс емес. Салыстырмалы түрде проблемалар бар. Оны жоққа шығара алмаймыз. Бүгін қарапайым азаматтың ең әлсіз қорғалған құқы қайсысы? Ойлану керек. Меніңше, енді мен көп жағдайда мына қылмыстық заңнамаға қатысты енді істермен айналысқан жерде өзіме енді жақынырақ, көбірек енді ішкі сыртқы жағдайын жақсы білем. Жалпы қылмыстық заңнамада қиындықтар бар деп ойлаймын өз басым. Бұл жерде бір жаңа айтып едім ғой, қоғамның да бір жаңағыдай бір кейде бір өте бір эмоционалды, агрессиялы түрде қабылдайтын бір істер болады. Соған сәйкес жаңағыдай сот практикасы да дұрыс қалыптаспай жатады. Сондықтан ондай жағдайда жеке адам өзінің проблемасын жеке өзі қалып қояды. Оған енді мықты, ықпалды адвокат жолықса жақсы. Әдетте ондай адвокаттарды қалтасы көтере бермейді. Сондықтан қарапайым жағдайы төменнен орташадан төмен азаматтар үшін осы қылмыстық заңда бір әділеттілікке қол жеткізу қиын деп ойлаймын өз басым. Егер оның себебін айтып отырмын жаңа. Үлкен бір қаражаты болмаса, тамыр танысы болмаса, жақсы адвокат жалдайтын мүмкіндігі болмаса, бізде қылмыстық істе негізінен айыптау бағытында жүргізіледі. Бір адамды бір көрсетіп қояма, оны қоғамда және несіне жетпей жаңағыдай байыбына бармастан айыптай жөнеледі. Жерден алып, жерге салып. Бұл енді қазіргі бүгінгі күннің біз көріп отқан шындығы осы шыны керек. Сонда адам, мен өзім адвокат болдым ғой, талай отбасының қиын жағдайларға тап болған көрдім. Әсіресе қамалып жатқан адамның семьясы қатты зардап шегеді. Оның балалары бар, оның әйелі бар, оның ата-анасы бар қартайған деген сияқты. Сонда қалай мынау органдар ұстап алса болды, бәрі осылай айыптай жөнеле ме деп, әсіресе мына сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыстарда біз сотқа бармай жатып, бір ұсталған адам үшін бүкіл қоғам дайын үкім шығарып қоя саламыз болды. Яғни қоғам қатыгездеу? Бұл мәселеде кәдімгі мына чиновниктерге қатысты, болмаса мына әйел адамдарға қарсы жасалған қылмыстарда қоғам бір жақты бізде. Бір жақты. Объективтілік мүлдем жоқ. Мүлдем. Кәдімгідей қуанады, бір чиновник сүрініп кетсе, осының жазығы жоқ ау деп бір адам мақтап басса, соның өзінде тас кесек етіп тастауға дайын. Абзал мырза, уақыт бөліп келгеніңіз үшін рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Жүз медианың ақ студиясында келесі жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.